Ауданымыз өрденді азаматын қызу қарсы алды. 9 қыркүйек түстен бұрын аудандық үкіметтің ауласы ерекше шаттыққа чомды. Аукомның орынбасар шужи, үкіметтің әкімі Қабдолла қатарлы ауком үкіметтің басшылары және ауданға қарасты қатысты орын тараулардың жауаптылары, орган кадрлары, сондай-ақ әр ұлт жұртшылығы үкімет ауласына жиналып, ауданымыздың төл тумасы, былғары қолғап шебері Қанат Сіләмұлының келуін асыға күтті. Сағат 12-ден 15 минут өткенде кеудесіне қызыл гүл тағып, енді ғана машинадан түскен Қанатқа аудандық парткомның орынбасар шужи, үкіметтің әкімі Қабдолла үстіне әшекейлі кілем жабылған ақ боз атқа мінгізіп, Қанатқа құрмет білдірді. Ақсамайлы аналар ақ шашуын шашып, аналық мейірлерін төкті. Ауылдастары Қанаттың құшағын гүлге толтырып, көпшіліктің құрмет шапалағымен, оқушылардың соққан барабан үнімен қосыла, дос жарандары батыр ұлын басына көтеріп, үлкен бір қошаметпен қызу қарсы алды.